Декабрьнің 26-сында Украинада илян етілген женк вазиетінің құвет мұддетті сонына келді. Бұны Украина президенті Петро Порошенко милителі көсізлік Мудафа шурасының топлашывы вақтында білдірді. Оның сөзлеріне көре 30 күн девам еткен женк вазиеті ватандашларының яшайшына мемлекетінің иқтисадиятына бір түрлі тесір етмеді. Эсас вазифе Украина шарқында Русия тәжавузына қаршылық көстерген арбейлерге юклетілді. Незважаючи на те, що Україна і трафында вазиет чох денишмегеніне бахмадан, чох денишмеді. ОБСЕ Украин истихбаратының малюматына таздықлады. Луганска вилияты янында град системалары тапылды. Душманын артиллериясы артырылды. Сынырда олған танкларда кері чекелмеді. Виязақ денізінде Русия арби болынывы да азлашмады. Ама Украина селілік куветлері шымдеки вақытта аслабашқа вазиеттедір.